Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Біз бүгін Астананың бас мешітіне келдік. Қазір сіздерге бесплатно ойнайтын жерді көрсетеміз балалардың. Мейірім, Димаш және Темірхан ұйықтап қалды. Жерде байқасаңыздар, светофор тұр. Автобус осы мешіттің ішіне дейін, почти есігінің алдына дейін әкеп тастайды. Автобуспен келетін болсаңыздар. Сол біз қазір жолдан өтіп кіреміз қазір мешітке. Бұл мешіт негізі 2019 жылы құрылысын бастап, 2022 жылы аяқтаған болатын. Жалпы бұл мешітке 235 мың адамдай сияды екен, жалпы санағанда. Мына жерде бізде парковка. Кірдік, мына жерде ойнау алаңы. И біз бұл жерге 3-4 ай бұрын келген кезде прям күшті болған ғой. И бүгін келбедік, в шоке болдық. Потому что қараңыздар, мына ойын алаңын жауып тастапты. Енді себебін білмеймін, былай қағаздар жазылып тұр. Ойын алаңы жұмыс жасамайды деп, соған қарағанда мына жазылып тұр. Адамдар мешіттің мүлкіне жақсы қараңыздар деген сияқтышы. Сонымен біз кішкене ойнадық, содан кейін құлшылық етіп үйімізге қайттық. Жалпы осы қазір менің каналымда осыдан 3-4 ай бұрын түсірілген осы мешіт туралы видео бар. Соны көретін болсаңыздар, бұл жердің күшті кезін көресіздер. Бүкіл ойыншықтары бар, адам көп, балалар ойнап жүрген кезін көре аласыздар. Жерде су ішетін аппараттардан су ішейін деп жатсақ, 1-2 бала келді, өстіп балаларыма 2 шоколад беріп кеттім. Прям кішкентай нәрсеге мәз болдық. Ашайын ба, Димаш? Кім берді саған? Бір аға берді ма? Жинап аттырын аяқты, жүріңдер. Мына жерде қараңыздар, пол жуып жинап жатыр. Келесіде бізде Құран бағыштау бөлмесі, одан кейін неке қию залы орналасады. Ары қарай біз қазір құлшылық ететін залға кіреміз. Ол жерде қазір уже 1,5 сағаттан кейін намаздың уақытысы басталады екен. Сол кезге қарай адам саны көбейеді.
үлкен залға келдік. Бұл бірінші этаж. Негізі ар жақты қарап тұрсаңыздар, аланың 99 есімі алтын әріптермен жазылған. Одан кейін мына жақта үлкен люстра орналасқан. Люстраның жалпы салмағы 20 тонна. Жалпы осы Орта Азиядағы, Қазақстандағы ең үлкен мешіттердің бірі бұл. Және де осы люстрада ең үлкен люстра. Димаш әңгіме айтып отыр. Димаш. Biz mешіттеміз. Мынау бізде, мына мешіттің ішіндегі магазин. Біз, бұл жерде жалпы сол мұсылман заттары сатылады. Неше түрлі витаминдер. Біз бұл жерден сок алдық, зәм-зәм суын алдық. И балалар мына маршмеллоудан алды бір-біреуінен. Соңынан алып, сосын тағы кішкене ойнау залында ойнадықтан. Сонымен үйге қарай қайттық. Неше түрлі попкорн, шоколад, сабын да бар, неше түрлі енді заттар. Достар, біздің видеомыз соңына да жетті. Біз үйге қайтып бара жатырмыз бала-шағамызбен. Рахмет достар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар. Бисмилла деп отыр. Аллаху нурус самавати вал ард. Масалу нуриhi камишкат